Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Кәліде көп рецепттер болады, сондықтан тіркеліп кетіңіздер. Бүгін мини пицца дайындаймыз. Балалардың сабаққа беріп жіберуге өте таптырмас, күшті, дәмді болып шығатын пицца дайындаймыз. Қамырымызды жұмсақ қылып осылай илеп аламыз. Қолға жабысатындай қамыр болу керек. Сосын 30 минутқа тындырып қоямыз. 30 минутта қамырымыз ашып шығады, көтеріліп. Мінекей көтеріліп шықты. Енді 12 бөлікке бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты. Кішкентай зуалаларға бөліп аламыз. Яғни бөліктерге. Осылай бөліктерге бөліп алдым. Енді табамызды майлап, астын немесе пергамент қағаз төсесеңіздер де болады, немесе майласаңыздар да болады. Осылай қамырымызды үстінен басып, кішкене дөңгелетіп аламыз. Содан соң үйіңізде не бар сала берсеңіз болады. Помидор, қияр, бәрін сала берсеңіз болады. Кетчуп жағып алдым. Немесе томат пастасын жақсаңыз да болады. Содан соң помидорымызды саламыз, колбасамызды саламыз, сырымызды салып аламыз. Міне осылай бәрін салып аламыз. Енді 180 градусқа 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Пісіп шықты. Астары да піскен, өте жұмсақ болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.